Сәлеметсіздер ме? Эфирде интервью of the day бағдарламасы. Сіздермен Айгерім Әкімжанова. Биыл мерейтойлы жыл. Қазақстан үстіміздегі жылы тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтеді. Осы кезең аралығында еліміз өз экономикасын қуаттап дамудың даңғыл жолына шықты. Бұл орайда Қазақстанның даму банкінің де үлесі аз емес. Бүгін бұл жөнінде Қаржы институтының басқарушы директоры Рахымжан Сатаевпен әңгіме өрбітетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Добрый день. Қазақстанның даму банкі еліміздің жетекші қаржы институты, оның стратегиясы мемлекеттің өз алдына қойған мақсат жоспарларымен сәйкес келеді. Бүгінде банк қандай бағдарды ұстанады және еліміз қандай салаларға басымдық береді? Основными задачами Банк пен үкіметке жүктелген басым бағыттары ол ең алдымен ірі деген инвестициялық жобаларды ұзақ мерзімге несиелеу. Бұл негізінен бизнес өзі толыққанды қаржыландыра алмайтын ауқымды жобалар. Елдің экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту, экономиканың басым бағыттарына әлеуметтік және экономикалық жағынан тиімді болатын аса әрі жобаларды құрылымдау мен бағалауға атсалысу. Сондай-ақ экономиканы жаңғыртып, дағдарыстың кесірінен тұралап қалған түрлі салаларды қайта жандандырып, қалпына келтіру үшін несиелеу арқылы ықпал жасау. Бір сөзбен дағдарыстың кері әсерін жеңілдетіп, бизнестің дамуына серпін беру. Бүгінгі таңда даму банкі бірқатар мемлекеттік бағдарламалардың негізгі операторы болып табылады. Атап айтсақ, елдің индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы, сондай-ақ нұрлы жол деп аталатын инфрақұрылымдық даму бағдарламасы бар. Бұл бағдарламалардың сәтті ендірілуі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспардың тиімді жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Ол құжатта өңдеу өнеркәсіптік кешенінің өндіріс көлемін 1,5 есеге, ал шикізаттық емес экспорт мөлшерін 2 есеге арттыру сынды мақсаттар көзделген. несырьевого экспорта в 2 раза. Биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы Қазақстанның даму банкінің мерейлі датасымен тұспа-тұс келеді. Осы орайда Қаржы институтының еліміздің ұлттық экономикасына қосқан үлесін айтып өтсеңіз. Национальной экономики Казахстана. Банк развития демонстрирует поступательный рост в кредитовании. Банк өңдеу өнеркәсібі мен инфрақұрылымдық бағыттағы аса әрі жобаларды үдемелі өсім бойынша несиелендіреді. Осылайша, соңғы 5 жылда даму банкінің тарапынан игерілген орташа жылдық көлем шамамен 450 миллиард теңгені құрады. Өткен 2020 жылдың қорытындысы бойынша банктың несиелік портфелі 2 триллион теңгеге дейін жетті. Бұл шамамен елдің жалпы ішкі өнімінің 2,8% үлесіне тиесілі. Қаржы институтының құрылуынан бастап 2020 жылдың соңына дейін банктың қаржыландыруымен 148 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Сондай-ақ жалпы құны 10 триллион теңге, оның ішінде банктың қолдауы 3,6 триллион теңге болатын 105 экспорттық операция қамтамасыз етілді. Нәтижесінде жалпы құны 7,2 триллион теңгені құраған 121 инвестициялық жоба бойынша жаңа кәсіпорындар қолданысқа берілді. Оларда 30 мыңға тарта жаңадан тұрақты жұмыс орындары ашылды. Барлық дерлік аймақтарда жаңа өндіріс немесе қолданыстағы кәсіпорын қайта жаңғыртылды. Олар Қазақстанның индустрияландыру саясатына сүбелі үлес қосып жүрген заманауи жоғары технологиялық әрі кәсіпорындар, которые на сегодня вносят значимый вклад в индустриализацию Казахстана. Өңдеу өнеркәсібі жөнінде айтатын болсақ, соңғы 10 жылдың ішінде банктың несиелік қаражатының 76% осы салаға бағытталды. Бұл металлургия, химия және тамақ өнеркәсіптері, мұнай өңдеу мен құрылыс материалдарын жасау және осы текті тағы басқа салаларға қатысты жобалар. Пищевая промышленность, нефтепереработка, производство строительных материалов и так далее. В сфере инфраструктуры инфрақұрылымдық бағытта Маңғыстау, Жамбыл, Түркістан және Ақтөбе облыстарында орналасқан елді мекендерді газдандыру жобаларын айтуға болады. Сарыарқа газ құбыры салынды. Ауылды жерлерге интернет желісі тартылуда. Туристік бағытта ірі жобалар қолға алынып жатыр. Проводится интернет в сельские населенные пункты, реализуются крупные проекты в туристической отрасли. Шетел нарқындағы даму банкінің үлесіне тоқталсақ, ең алдымен 2017 жылдың соңында теңгеге деноминацияланған еврооблигациялардың сәтті жүзеге асырылғанын ерекше атап өтуге болады. Соңғы рет үстіміздегі жылдың мамыр айында салым жасап 100 миллиард теңге тартылды. Біздің облигацияларға сұраныс үлкен болды. Бұл дегеніміз шетелдік инвесторлардың қызығушылығы артып келетінін білдіреді. Бұл Қазақстанға, ондағы қаржы институттарына деген сенімнің жарқын белгісі. Скажем так, повышенный интерес, оказывают доверие Казахстану и его институтам развития.
Жаңартылған қуат көздері, туризм, инфрақұрылым, өнеркәсіп, бір сөзбен 20 жылда банктың қызмет көрсету аясы кеңейе түсті. Егер болашаққа көз жүгіртсек, алдағы 5-10 жылда банктың дамуы қандай болмақ? 5-10 лет. Согласно обновленной стратегии развития, Банктың жаңартылған даму стратегиясына сәйкес ол алдағы уақытта да аса тиімді қаржы институты болып қала бермек. Банк бизнеспен қолайлы әріптестік орнатуын жалғастырып, қосылған құны жоғары болатын өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстанда жасалған тауарлардың экспорттық әлеуеті мен сыртқа шығарылатын отандық өнімдердің түрлерін ұлғайту, сондай-ақ елдің қарқынды өсуін қамтамасыз ететін инфрақұрылымын жақсарту. Жаңарған стратегиялық даму құжатында банк пен бизнес арасында нарықтық қарым-қатынасты жетілдіру, экономиканы жаңғырту мен әртараптандыру үшін жеке секторды мейлінше көбірек қатыстыруға басымдық берілмек. больше рыночной составляющей во взаимоотношении банка с бизнесом. Немаловажным является то, что мы... Бұған қоса біз индустриялық инновациялық даму және инфрақұрылымдық даму мемлекеттік бағдарламаларының негізгі операторлары болып қала береміз. Жаңадан қаралатын инвестициялық жобаларда орта және жоғары деңгейде өндірілетін тауарлар шығаруға бағытталған бастамаларға басымдық берілетінін ескеріп өткім келеді. Осылайша 2023 жылы осы бағыттағы несие рәсімделген өндіріс ошақтарының банктік кредиттік портфелінің үлесі 35%-ке, ал 2030 жылға дейін 60%-ке жеткізу межеленген. А к 2030 году до 60%. Немаловажно. Сонымен қатар инфрақұрылымдық жобалардың санын арттыру көзделген. Бұған қоса даму банкының жиынтық экспорттық себетінің көлемін ұлғайту жоспарда бар. Жаңғыртылған даму құжатының жобасына жаңа стратегиялық бағыт қосылды. Бұл тұрақты даму мақсаттары, немесе ESG мақсаттары деп атаймыз. Принципов устойчивого развития, так называемых принципов ESG. Банк развития намерен... Даму банкі 2030 жылға дейін еліміздің электроэнергия саласында баламалы қуат көздерінің үлесін 15%-ке жеткізуге қатысты ел президентінің тапсырмасын орындауға белсенді түрде атсалысуға ниетті. Біздің ойымызша даму банкі бүгінгі таңда елдің ұлттық экономикасын жаңғыртып, әртараптандыруда маңызды рөл атқаруын жалғап келеді. Национальной экономики страны. Если отдельно остановиться на инвестиционных проектах. Егер инвестициялық жобаларға жіті тоқталатын болсақ, олардың қайсысы ең тартымды, маңызды әрі ауқымды болмақ? Бұл жерде Қазақстанның туристік саласының дамуын ерекше атап өтуге болады. Оның аясында елімізде ірі жобалар жүзеге асырылуда. Оның қатарында Маңғыстау өңірінде 5 жұлдызды қонақ үйдің құрылысы бар. Бұл халықаралық бренд. Сонымен қатар Түркістан жерінде туристік кешен бой түсіп, қолданысқа берілді. Қазақстанның даму банкының 20 жылда ел экономикасының маңызды салаларына деген көзқарасы қалай өзгерді? Осы кезеңнің ішінде жобаларға берілген басымдық қаншалықты өзгерді? За эти 20 лет. С момента своего создания Даму банкының құрылған сәтінен бастап инвестициялық жобалар классикалық түрде қарала басталды. Ең басынан инвестициялық жобаларды іріктеудің нақты талаптары қалыптасты. Ол ережелер ескеріліп орындалған болса, қаржы институты жобаларды саралап, әрбірін жіті тексере бастайды. начинал детально анализировать, изучать инвестиционный проект. Вместе с тем... Болашақта үміт күтіретін өміршең табысты жоба болса да, егер қарыз алушы тарапынан құрылымдық тұрғыда әлсіз болған жағдайда, жоба әрі қарай қарастырылмайтын еді. Кейін даму банкі жетіле келе өзінің сараптамалық тәжірибесін жақсарта түсті. Жаңа инвестициялық жобаларды жіті зерттеп, оны жүзеге асыру үшін үлкен қызметтік база жиналды. Экспертизу, овладел большими компетенциями в рассмотрении новых инвестиционных проектов. И сегодня, в случае, если проект... Сәйкесінше, бүгінде егер болашағынан зор үміт күтіретін әлеуметтік экономикалық әлеуеті зор болатын жобаларды сараптамалық бай тәжірибе әлеуетті қарыз алушыға келісімді сауатты жасауға мүмкіндік береді. Банктың түрлі жеңілдіктері қарастырылған. Грамотно отструктурировать сделку. Не исключается также и предоставление каких-либо отлагательных условий со стороны банка развития по таким инвестиционным проектам, чего не было ранее. Біз әрдайым макроэкономикалық жағдайды бақылап, көрсеткіштердің өзгерісін назарда ұстауға тырысамыз. Бұл өзгерістердің банк қызметі мен займ алушының жағдайына қаншалықты әсер тигізетінін зерттейміз. Девальвация немесе ақшаның құнсыздануын ескеріп, кәсіпкерлерге институционалды қолдау көрсету үшін оның тиімділігін арттыру қамында жұмыс жасаймыз. Даму банкімен қаржыландырудың минималды шегі қайта қаралды. Бұған дейін оның көлемі 30 миллион ақш долларын құраған болатын. Қазір оның мөлшері 7 миллиард теңгеге өзгертілді.
даму банкінде ішкі бизнес үрдістерді жетілдіруге қатысты жұмыстар үнемі атқарылып тұрады. Оның ішінде несиелік өтінімдерді қарастыруға қатысты бизнес процестері бар. Осылайша 2019 жылдан бері барлық дерлік бизнес үрдістерді оңтайландыруға бағытталған жұмыстар басталды. Жаңадан BPM жүйесі ендірілді. Ол несиелік өтінімдерді қараудың негізгі 3 кезеңін автоматтандыруға жол ашты. Ол бизнес ұсыныстар, индикативті сараптама және банктік сараптама деп аталатын кезеңдер. Заявок. Это такие этапы, как бизнес-предложение, индикативный анализ и банковская экспертиза. Если сравнивать с 2000... Егерде 2018 жылмен салыстырсақ, шешім қабылдау уақыты бизнес ұсыныстар кезеңі бойынша 81%-ке, индикативті сараптама бойынша 44%-ке, ал банктік сараптама бойынша 61%-ке қысқарды. Сондай-ақ банк клиенттері жеке кабинет арқылы байланыс орната алатын ерекше атап өткім келеді. Оған қажетті CRM атты арнайы жүйе ендірілді. Ол арқылы әлеуетті клиенттеріміз өтінімді қашықтан беріп, қызметімізді онлайн бақылай алады. Олардың қаралуы мен орындалу тәртібі де қашықтан жасалады. Жеке кабинет арқылы бар үрдісті бақылауға болады. Бұл да ең алдымен даму банкі ұсынатын несиелік қаржыға қол жеткізудің уақытын азайтып, жол машақатын шешудің бірден-бір жолы. В личном кабинете. Это, естественно, упрощает механизм и увеличивает оперативность предоставления кредитных средств со стороны Банка развития. Стратегия және ауқымды деректер сараптамасы саласының маманы ретінде жеке пікіріңізді біліп, сараптамалық кеңесіңізді тыңдасақ деп едік. Сіздің ойыңызша, елдің экономикасы қарқынды даму үшін Қазақстан ең алдымен қандай салаларға басымдық беруі керек? Более ускоренно. Учитывая, что наличие Елдің өндірістік кешенінде жоғары және орта қайта өңдеу саласына басымдық беріп келетін ескеретін болсақ, бұл бірінші кезекте шикізаттық тауарлар бағасының ауытқуын тұрақтандырады. Сондықтан Қазақстанға осы бағыттағы жобалардың үлесін арттыруға ден қою керек. Сондай-ақ Қазақстанның экономикасы экспорты әлі де әртараптандыруды талап етеді. Бұл орайда біздің командамыз биыл 50 әлеуетті тауар түрлерін анықтау үшін машиналы оқытудың алгоритмін әзірледі. Бұл жүйе өз кезегінде елдің экономикасының алдағы уақытта әртараптандыра түсуге серпін береді. Способствует дальнейшей диверсификации экономики. Сараптама анықтаған тауарлардың ішінде дені өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Ол машина жасау, тамақ өндірісі, мұнай химиясы және газ химиясы салалары. Болашақта бұл тәжірибені ел аймақтары деңгейінде ендіруді жоспарлап отырмыз. Осылайша белгілі бір өнімді жекелеген өңірде шығару қаншалықты мүмкін әрі тиімді екенін анықтайтын боламыз. Банк бұл бағытта жұмыс жасайтын болады. Производить тот или иной продукт в отдельном регионе. Банк продолжит дальнейшую работу. Бұл өнертабыстың нәтижесі бар ма? Ерекшелігі, яғни бірегейлігі неде? Ее уникальность. С результатами реализации алгоритма. Сіз 50 әлеуетті тауар түрлерін анықтау бойынша машиналы оқытудың алгоритмінің нәтижесімен банк сайтынан жіті таныса аласыз. Оның бірегейлігі бұл Қазақстанда жүзеге асырылған ең алғашқы машиналы оқыту жүйесі. Бұл жұмыс банкпен қатар кәсіпкерлерге пайдасы тиетініне сенімдіміз. Сондықтан осы бағыттағы жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Не только банку, но и предпринимателям. Будем дальше работать в этом направлении. Сөз соңында біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз болса? Телекөрермендерді Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық пен тек ізгі тілектер жолдаймын. Пайдалы әрі қызықты әңгімеңіз үшін үлкен рахмет. Рахмет. Сіздермен болған Interview of the Day бағдарламасы Қазақ ТВ арнасында келесі жүздескенше.